Сәлем достар. Қалайсыздар? Бүгінгі біздің видеомызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздер тақырыпта көріп тұрғандарыңыздай, бүгін бізде тығылмашақ. Біз бүгін қараңғыда тығылмашақ ойнайтын болғанбыз. Өте қызықты челлендж екен. Біз бірнеше жерден көрдік. Енді өзімізде ойнап көрейік дедік. Бізге қызық болды, өзімізде сосын қараңғыда ойнап көрейік дедік. Қазір бізде сағат 10 болып жатыр. Енді қазір біз қараңғыда ойнаймыз. Үйде мен, Ұлжан, Каусар, Аяла бар. Енді Аяла тұғылама білмейміз. Енді біз ойынымызды көп созбай бастайық. Бізге міндетті түрде лайк басып, подписка етуді ұмытпаңыздар. Ал енді біз көп созбай бастаймыз. Кеттік. Достар, біз челленджімізді бастаймыз. Бізде Аяла енді отыра беретін шығар. Қорықпаймын, оның қасында жүремін ғой. Қолымда ұстап алып жүремін. Аяла, Аяла! Аяла! Қазір мен өзім көзім жұмам. Мыналар тұрады. Мен еруге жай санаймын, сендер тығылып үлгеруің керек, жарай ма? Бір-біріне көмектесіңдер, жақсылап ойланыңдар. Мен таппайтын жерге тығылыңдар, мақұл? Біздің осы челленджіміз қызық болады деген ойдамыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Лайк басыңыздар. Болды, біз енді. Мен жұмайын, мен кухняға жұмамын, потому что кухняда тығылатын жер жоқ. Сол үшін тығылмайтын бөлмеге, тығылатын жер жоқ бөлмеге мен көзім жұмам. Давайте жұмайық. Міне біздің қыздар дайын, светтің бәрін шыптатын. Ана бөлменде свет өшік. Тас қараңғы. Мен қараңғыда іздейтін болам. Аяла, келе ғой. Так, санаймын. Қыздар, санайым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Мен апам санап жатыр. 30-ға дейін санайды достар. Тыныш, мен шкаптың ішінің төбесіндемін. Достар. Санап жатыр әбішім. Мама қатты қорқып тұрмын, құлап кетсем ше. Санап болайын деп жатыр. Достар. Достар. 39, 40. Достар, олар вообще болып қойған сияқты. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Болды, болмағаны қалды. Тығылмағандар ренжімеңдер. Бірақ тығылып қойған сияқты екен, потому что достар дауыстар вообще шықпай қалды. Олар басқа телефонмен өздерінің қақа тығылғанын көрсетті деп ойлаймын. Аяғын көтеріп тұрып іздемесем. Ал достар, біз іздейміз ана екі қызды. Меніңше олар ваннаға тығылған сияқты, потому что ол жер обязательно бірінші көру керек. Өйткені ол жердің шомылатын жеріне тығылуы мүмкін. Давайте бірінші ваннаны көрейік. Ойбай. Біз ваннадамыз, достар. Бұл жерде ешкім жоқ. Өкінішке орай ешкім жоқ. Мына жерде шампундар. Мына жерде ешкім жоқ. Мынау біз Аяла екеуміз. Так, ваннада жоқ екен. Бұның ішінен басқа тығылатын жер жоқ та бізде. Сол үшін басқа жерді көрейік та. Достан Мұстафаның гашоғы бір түрлі көрініп қалған шарда. Просто так, ол оныкі да. Ой, дұрыстап түсіре алмай жатырмын.
Так, біз енді мына қараңғы бөлмеге кірейік. Так, фонарик жағайық. Мен бірінші қай бөлмеден көрсем екен? Что-то бір тақылдаған достар шығып жатқан сияқты да. Мен білмеймін қақтан шығып жатқаны. Аял, сен осы жерде отыра тұр. Балкон просто сәл салқын да бізде. Бірақ балконның есігін ашылған дауысын естімедім. Көрейік. Мына жерде бізде пылесос сондайлар тұрады. Мына жерде шли сят деп ойламаймын. Жерде киімге шек шашылып жатады, шашып тастай береді достар. Мына жерде бізде тоже киімдер, куртка, әрбәле-шірбәле, мыналар ілмейді. Шашылады бұның ішінде. Мынаның төбесі енді бұның ішіне симайды негізі. Тым биік қой достар. Бұның ішінде тоже жоқ. Достар, астын көрсетейін десем, о жерде бұрысып жатыр, о жерде жоқ. Мына жерде вообще шкафтан басқа тығылатын жер жоқ достар. Аялаға келме демеймін, кем болды жаным. Аяла, және. Так. Бізде балконда жоқ. Аяла, жүр кеттік шығамыз. Енді басқа жерді көрейік. Жүр. Аяла, шық. Қаласын онда. Давай. Қаласын. Давай. Шық. Шық. Маған өзі қызық болып тұр. Қайсысын бірінші табады екен? Мен ойымша мен Кәусәрді тауып алатын сияқтымын. Өйткені Олжан жақсы тығады да бізде. Жүр, шық енді. Жүр. Ой, мамачки мои. Болмайды, салқын бұл жер. Аяла, мен саған кіре дедім ғой. Мына жерде Кәусәрдің сумкасы. Неге көрсетіп кеттім вообще? Так, бізде мына жерге енді симайды, білеміз. Ой, жаным. Болыс қараңғыдан қорқады. Жүр. Кеттік. Алып жүру керек, бұны обязательно. Мына кроваттың астына симайды, да? Симайды бұл жерде. Адам сиятындай жер емес. Мына шкафтарды көреміз ба? Достар, мына біздің әкеміздің шкафы. Давайте осыны ашып көреміз, может так. Мына жерде бізде сұрмалар бар. Бұл жерде папаның нәски, бұл маман киген ғой. Маманың орамал, сондай нелері тұрады. Мына жерде папаның нәски нелері тұрады. Ал достар, мына жерде де тоже жоқ. Мына жерде стопқа қоюға тура келеді. Аяла жылақ қабатыр. Аяла, кеш жаным. Мына папаның андай ремендерін тұр. Киім кешектері, куртка. Мынау сумкасы және үтік. Бұл жерге тығылмапты, короче. Достар, мен тас қараңғыда ойнайым деп ал. Мына светті өшірмеппін ғой. Бізде сондай прохожканың светі. Жүрекпін бізде тас қараңғы. Дұрыс істемеппін ғой мен. Біреу қалып кеткен да. Міне бізде енді полный тас қараңғы. Мен шкафты сол күйі қарамадым. Жүрді Мұстафаның киімдері бәрі шашылып жатыр. Маманка, аяланка бәрі тұрады достар. Мына жерде маманың киімдері. Тым көрінбейді. Жоқ сияқты. Алыстан түсірсем де көрінбей тұр что-то. Мұстафаның астына да сияды негізі, Ұлжанда Кәусар да сияды. Мына жерде жоқ. Мына киімдермен жауып қою мүмкін да. Кәусар жоқ бұяқта. Қара сияды Кәусар. Аяла сияды, Мұстафа сияды. Бұяқта жоқ. Мына жерде тоже жоқ. Ши үстіне мінбейтін шығар енді. Сондай астыларына тығылады. Мына үстіне тығылмайды негізі, мен ойымша. Ал мынаны көрейік. Мына жерде бізде маманың косметика, әртүрлі біздің керек заттарымыз тұрады. Міне мен сіздерге алыстан көрсетіп тұрмын. Асты жағында тоже жоқ. Асты жағында бізде сөмкелер.
Мына үстінде бізде маманың мынандай кет мынандай хиджаб сияқтысы тұр. Жағында не мата сондайлар тұр. Мына жерде сумочка тұр. И оның үстінде косметика мынандай заттар тұр. Мен мына жақты дұрыс қарамаппын. Бұл жаққа Каусар сипіп кетуі мүмкін, например. Бұл жақта жоқ, қараңыздар. Дым көрмейді. Камераға дым көрмейді, бірақ Каусар шын мәнінде жоқ. Мына бөлмені мен дұрыс көрмедім. Мына аяланың бесігі бар мына жерде. Осының артына тығылса, жоқ, онда жоқ екен. Мына перденің уже белгілі, ешкім тығылмайды. Мына жақта ойыншықтар. Астында Мужанның сумка, сондай нелері тұр. Каусардың спортивкасы астында. Столик тұр. Менің сумка, сабақтарым тұр міне. Мына жерге Каусарды, Ұлжан да Мұстафа бәрі сиятын ішіне. Мен сыймайтын сияқтымын, білмеймін, бірақ. Мына жерге тығылады деп ойлап едім, біреуі болсын. Бірақ ешкім тығылмаған. Сумаға сыймайды, білесіздер. Оның ішіне біз осындай нәрсе саламыз. Так, хаданокта астында ешкім жоқ. Мына жерде ешкім жоқ. Үшін олар қақа тоған таппай жатырмын. Мына жерде де жоқ. Каусар яғын ішіне тығылып қапты, қараңыздар. Біздің үйде мынандай бір стол бар, осындай. Осының ішіне тығылып қапты. Мә, құшты жасырынады екенсіңдер ғой. Мен вообще достарым ойыма да кірген жоқ, мына жерде тығылады деп ше. Так, біз Каусарды таптық. Енді Ұлжан табу керек. Каусар, сен қалай ойлайсың, Ұлжан қақа жасырынды? Мен достар барлық бөлмені көрдім почти. Балконда жоқ, көрдім. Шкафты көрдім, жоқ қой. Кухняда қумаш қалай келеді, мені көріп жүрмін. Ваннада да жоқ, көргем. Жоқ, таппай жатыр. Ұлжан өзінің шыға саласын айтпесе, біз таппай кеттік тәше, или оны қорқытамыз ба? Бабай. Бабай. Десенді. Қалай қорқытақ болады? Қараңғыда негізі біздің қыздар қорқаттық. Каусар, біз қараңғыда ойнап жатырмыз ғой, тылмашық светті қосуға болмайды, мен ойымша. Өшіріп қой сал. Теле-теле-бом, закрой глаза, қақты. Что-то мына жерде күдікті болып тұр ше, достар. Бір бәле бар сияқты. Ема! Мә, жаныңызды алдың ғой. Мә, достар, мен шок болдым ғой. Ұлжан неме шыңғырып атсын, Человек-паук. Мә, достар, свет жаш, Каусар. Ема! Аяла. Аяла. Мә, достар, дауысы басқаша шықты ше. Андай не дейтін? Шыңғырғаны бір басқаша естілді, маған шошып кеттім. Серьезно айттым. Аяла. Бізде ойында, достар, Ұлжан ұтты. Ұлжан, поздравляем. Кстати, оның үстіне қалай шықтың вообще? Шкафты, ыбырсытты мыналар, шашты. Мен 50-ге дейін санайым дегенше не істегенсіңдер? Бәрін шашып саған, достар, шкафтың, Ұлжан деген шкафтың ішіне киімдердің бәрін шашып саған. Маманың киімін шашқан. Каусар столды, столдың ішіне жақсы тығылған. Идеяларын күшті екен, маған ұнады. Келер шоу Ұлжан бізді іздейді бұйырса. Если тағы түсіргенімізді қаласаңыздар, біз міндетті түрде түсіруге тырысамыз. Міне, мен ол екеуінде тауып үлгердім 10 минут ішінде. Өте қызықты екен, шынымды айтсам. Еще әсіресе бағана Ұлжанның ана үстіне қалай мінгені қызық маған. Ұлжан Каусарды да үйретем дейді. Каусар мені алды. Ема, күшті ғой. 24 сағат шкафтың үстінде түсіруге болады екен, мына жерде.
Бізде мына екеуі аса салып ойнап жүр. Ұнады ма ойын? Иә. Зор ма екен? Иә. Ой, телефон. Мен үшін Ұлжан ана жерге тығылғаны вообще мен в шоке қалды достар. Күшті жерге тығылыпты Ұлжан. Енді келесі жол тағы ойнауымыз мүмкін, сол үшін құрастырып қойыңдар қаққа тығылатындарыңды. Мен енді Кәусардан столдың ішіне тығылды ғой, келесі жол ол жерді іздейтін шығармын. Ұмытпай. Және шкафтың үстін тоже. Басқа жерді іздей беріңдер, мақұл ма? Келесі жол тағы ойнауымыз мүмкін достар. Міне осы. Ал, қоштасайық. Бірақ лүтпа не? Осы видеомыз ұнаса, лайк басып, тіркеліңіз. Иә, комментке осы видеомыз ұнаса, және де тағы басқа видео түсіруімізге идея жазуды ұмытпаңыздар. Ал достар, біз сіздермен қоштаспаймыз.